Еріңіз бар ма? Осы үйрететін офисі бар ма? Барып, живой барғанға. Қандай сұрақ сізде? Енді анау нелерді басып, көріп, үйренейін деген ғой. Адамдарды кіргізгенде қалай? Онысы Гүлжазира ханым, былай істейсіз, күнде зумға кіріп қатысып үйрене беріңіз. Себебі Алматыда параллельный группалар бар да енді. Олардың барлығы енді біреудің командасына үйретпейді ол. Сондықтан сұрағыңыз болса, шығыңыз, видеозвонокпен шығайық, зумға шығыңыз. Енді белгілі нәрсе ғой ол. Мысалы, мен де біреудің командасына үйреткім келмейді да. Енді өзім командам болмағаннан кейін. Сол сияқты ғой. Жоқ, елдің бәрі. жоқ, ол біреудің командасы емес, мысалға сіздің болады ғой, жоғары спонсорыңыз ба? Ол да сізге. Менің жоғарғы спонсорым, қазір менің жоғарғы спонсорым, ол жаңағы Өскеменнің қызы. Ол Алматыда оның партнерлары бар ғой, менде де бар ғой партнерлар. Просто олар, қалай деп айтсам екен сізге, бір көрсетуін көрсетеді, бірақ сізге былай үйрете алмайды да, постоянно үйретіп. Мысалы, сізде қандай сұрақ бар, сіз шығыңыз да сұрақ қойып, чатта отырсыздар ғой, чатқа сұрақ қойыңыздар. Мысалы, мен өзім сізге үйрете алмай қалсам, тікелей мен аламда видео түсіріп жіберем. Еще қайта түсіріп жатырмын. Бір видеоны қанша қайталап түсіріп жатырмын. Негізінде мынау онлайн үйретіп жатырмын ғой қазір, онлайн, осыған бейімделу керек қой адам. Сіз соған әрекет жасаңыз, онлайн үйренуге. Себебі, қалай деп айтсам екен, офлайнда тура осы ғой, офлайнда бір сиқыр жоқ адамның. Просто адамның миы әбден сол көрсеткенге үйреніп қалғанда, ал онлайн өзі үйрету деген тема ғой бұл жердейші. Сондықтан ол неден шықсаңыз кәдімгідей, өзіңіздің бұрынғы санадан шығу керек қой бізге. Не үшін онлайнды келді бізге? Вообще болашақта өздеріңіз байқасаңыздар, Инстаграмда негізі қазір уже біліп алдық қой политиканы. Бір жаңалық шығатын болса, даже бұрын каналдардан емес, телевизорлардан емес, уже кәдімгідей Инстаграм арқылы, соцсет арқылы жұмыс жасайтын болған, егер байқасаңыздар. Яғни адамның миын онлайн дайындап алады. Қандай жағдай болсын. Сөйтеді да, сақ етеді да, бір күнде өзін іске асыра береді. Сол сияқты қазіргі, мысалы, мен қазір көрсетіп жатырмын ғой, онлайн дағдыланып кәдімгідей миға сондай информация беру керек та, мен оны кездескенде үйренем деп емес, онлайн үйренем деп өзіңізді дайындаңыз, менің айтамай жатырғаным. Значит, кездескенде ол адам сізге бір-ақ рет көрсете алуы мүмкін, одан кейін ол сізге қайта-қайта көрсете алмайды. Ол бір көргеннен сіз оны алып кете алмайсыз ғой. Мен не үшін қайта-қайта уақыт бөліп жаңағы онлайн шығып жатырмын, себебі мен уақытында өзім түсінбегем да бұндай платформаларды ше. Сөйтіп өзім қайта-қайта тыңдай беріп, үйрендім. Сол сияқты сіздерге мен енді арада уақыт болмай қалған болмаса, атак обязательно міндет түрде енді қазір 21:00-ге шығуға әрекет жасап жатырмын. Мысалы, мен кеше қонақта болдым, соның өзінде 21:00-ге сіздерге шығуға әрекет жасадым. Сондықтан сізде өзіңізге сондай, не дейді, привычкаларымызды өзгертуіміз керек қой. Мысалы, өзіңнің әдетіңді өзгерт деп коучтар айтады ғой. Сол кезде не әдет өзгертеді екен деп ойлайтынмын. Оказывается, бұрын істемеген нәрсеңізді сіз қазір әдетке айландырсаңыз, сонда ғана сіздің жұмысыңыз жүреді. Мен оны өзім сол неден өттім ғой, осыдан 1 жыл бұрын бастаған кезде, біз бірінші жаңағы Алекс Райнхарттың площадкасын осы как раз PLT Ultima бастаған кезде, сол жерде отырған кезде, олар да сиқырлы ештеңе істеп жатырған жоқ. Алекстердің өзінде жұмысын байқасаңыздаршы, бұйырса, өзіңіз қарасаңыз, ол әр вебинарға шыққан сайын жаңа бізге монетаның санын азайтам, сообществоны көбейтем деп айтады, байқасаңыздар. Монетаның санын азайтам, сообществоны көбейтем, болды. Просто адамдар Алексстің өзін көрген кезде, адамдардың не дейді, душасы спокойный бола ма? Именно ол да сол стратегиямен арғарай жұмыс жасап жатыр да, что ол не үшін қайта-қайта вебинарға шығып жатыр. Оған да оңай емес та, ол байқасаңыздар, аудио жіберген кезде машинада кетіп баратып аудио жіберіп жатады. Одан кейін самолеттан түстім, даже вебинарлардың өзінше, яғни ол да өзімен жұмыс істеп жатыр ше. Әдетке айландырып, оның
күнделікті істеген әрекеті оған табыс алып келіп жатыр ғой. Сол сияқты сіздер де мысалы офлайн кездесу емес, мен онлайн үйренем деп өзіңізге сондай әдетке айландырыңыз да. Мысалы мен енді барынша мейлінше шығып жатырмыз ғой. Мысалы сұрақ болса күні бойы чатқа жазып қойыңыздар. Мен қараймын ғой чат, сұрақтарыңыз бар ма деп ше. Себебі мен де өзіммен өзім жұмыс істеп жатырмын да дәл қазір. Себебі мен де өздеріңіз сияқты пендемін ғой, арасында болады енді қателіктер. Мысалы менде қанша жұмысты кейінге қалдырып қойып жатырмын, ол да дұрыс емес. Наоборот, біз кейінге қалдырмауымыз керек. Бүгін соны жасап, бүгін соны бітіріп, бүгін соны осыны ертеңге қалдырмау керек, одним словом. Сондықтан қандай сұрағыңыз бар, прям нені үйренгіңіз келеді? Мен айтамын ғой сіздерге, сұрақ қойыңыздар деп. Сол кезде қойыңыз да, и прям мен айтып жатырған кезде өзіңізге жазып алыңыз, прям қағазға алып жазып алыңыз. Егер момент мен сізге айтқанда үлгере алмай қалсаңыз, мысалы жазып алуға ше, мен бұны сақтап ютубқа қойып жатырмын. Хотя қазір көбісі ютубқа информация қоймайды. Мен мысалы қанша информация айтамын, ютубқа қоямын ғой, басқа команданың адамдары да отырып алып, олар мені осы біздің каналға жазылып алған екен да, маған шығады ғой олар еще. Жазылып алғанда еще өздерінің ана жақтағы спонсорынан естімеген информацияны сізден естіп, сізден үйреніп жатырмын деп жазады ғой маған. Хотя ол менің командам емес. Бірақ енді кейбірде жалынып кетеді, анау енді үлгере алмай жатып, өзіңіздің спонсорыңызға неге шықпайсыз? Өздеріңіз спонсорларыңызға шықсаңыздаршы деймін ғой жаңағы. Сол кезде жаңағы олар как бы айтып жіберіңізші, олар бізге жауап бермей жатыр дегенде, шыны керек кейбірде жаным ашып кетеді да, шынында да білмей жатқан кезде деймін да, оларға жауап беріп кетемін ғой. Сол сияқты қандай сұрақ, ұялмаңыздар. Реально, вообще ұялудың қажеті жоқ. Себебі сіздер қазіргі таңда жаңа сала оянып келе жатыр. Мына крипто сала деген вообще жаңа сала. Бұны екінің бірі түсіне алмайды, екінің бірінің миына кірмейді. Сондықтан сіздер кіріп, осы жерге ынталанып үйренуге әрекет жасап жатсыздар ма? Яғни сіз қазір өзіңіз білмейтін ақпаратты сұрақ қою арқылы біліңізді кәдімгідей жаңағы дамытып аласыздар. Себебі сіз бір күн тыңдайсыз, екінші күн тыңдайсыз, үшінші күні міндетті түрде үйреніп аласыздар. Маған жазып жатыр мына жақта, Zoom-ның уақытын ауыстыршы, мен үлгере алмай жатырмын деп. Енді сіздерге сұрақ, Zoom-ның уақыты 21:00-ге қалсын ба, или 22:00-ге ауыстырамыз ба? 22 дұрыс сияқты. Түн болып кетпей ма? Үміткүл ханым, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ол бар ғой, ой, бұл жердегі қаншама адамның уақытын, дейтініз, уақытын сәйкестендіру деген мүмкін емес қой. Сіздің өзіңіздің уақытыңыз қай уақытта болады, сол уақытқа нетіңіз. Ол бұл жерде мысалы 20 адам отыра ма, 30 адам отыра ма, оның біреуінің уақыты 7-ге келсе, біреуінің уақыты 8-ге келсе, біреуінің уақыты 9-ға келсе, біреуінің оны бүкіл адамның уақытын нетем деп нете алмайсыз. Өзіңіздің қай уақытта уақытыңыз болады, сол уақытта істегеніңіз жөн деп ойлаймын мен. Үміткүл апай, Ау. анау бағана картаны активировать етесіңдер дедім ма? Сізде ол карта етсеңдер де сол $15 алып тұрады дедім ма? Түсінбей қалдым. Мен қазір соны түсіндірем. Картаны мысалы активировать деген, мысалы 1100 евролық фермадан алдық қой енді бәріміз 1 августке дейін, біздің барлығымызда жаңағы 1100 евродан бастап қанша ферма алсақ, сонша карта бар деген сөз. Мысалы 1100-ден 5 ферма алсаңыз, сізде 5 карта бар. 10 ферма алсаңыз, 10 карта бар деген сияқты ғой. Оны 1 августке дейін ғана қалдырды да, 1 августтен бастап 1100-дің картасын алып тастады. Енді картаны отдельный продукт қып шығарайын деп жатыр. Яғни, болашақта карта алатын партнерларға 1500-ден карта сатып алады олар. Прям продукт ретінде сатып алады. Енді ол картаны 1500-ден кім сатып алады деп ойлаймыз да. Мысалы, мен өзімде сөйтіп ойлағам. Скорее всего, 1500-ден ол өтпейді, оны кім алады екен деп. Жоқ, оны алады болып шығайын деп тұр. Неге? Себебі ол картасы бар адамдарға бізге не шығарып жатыр? Қалай деп айтсам екен? Ваучер шығарып жатыр, ваучер. Мен қазір оны түсіндірем. Енді қараңыз, картаны енді ары қарай жалғастырайық. Мысалы, 1 октябрьге дейін активация жаса деген, анау 99 евроны толқын бар ғой, менің тікелей спонсорым. Ол
99 евроны ана жақта кабинетке кірген кезде виза MasterCardтан таңда төле деп тұр да, и биткоинді таңдап төле деп тұр да. Ол айтады, мен биткоинді таңдадым дейді. Сөйттім да, қазір менен 15 евро алып жатырған жоқ дейді. Оплатаны биткоинді таңдаған ғой ол. Оны енді кейін алама, пока белгісіз. Но PLC карт деген жаңа сайтта именно айына 15 евро жаңағы картаның активациясын ұстап отырады. Активация емес, обслуживаниесіне айына 15 евро деп жазып қойғанда. Содан кейін ол енді біздің компания еврозонада болғандықтан, олардың өзінің айлығы сондай ғой, где-то олар үшін 15 евро мелочь, олар үшін. Ал ол біздің Қазақстан нарығына 15 евро деген уже кәдімгідей үлкен ақша болып кетеді да бізге. Сондықтан дәл қазір біз картаны пайдаланбағанға, именно виза MasterCardпен оплата жасаған партнерлардан айына снимать етіп отыр екен. Менде енді Каспийда движение көп қой, мен ашып қарамаймын да. Мен енді алып отырған шығар, бірақ мен өзім әлі көрген жоқпын. Картамды алған жоқпын. Бару керек. Мен как раз өткен Шымкентте жүрген кезде келдім ма, картам маған әлі келген жоқ, бірақ менен кейін оформить еткендердің бәріне кепті. Ал енді ол карта жаңағы активация деген, мен сіздерге түсіндіріп айтайын дегенім, 1 октябрьге дейін бізде әр кабинетте код активации деген болады. Сол код активациямен 1 октябрьге дейін активировать етіп, 99 евроны төлеп қою керек та, әлі карта келмегеннің өзінде. Бірақ енді биткоинмен төлеген дұрыс ау. Егер жаңағы визадан 15 евро ұстап отырса, онда ол, конечно, бізге әлі жақсы табыс таппай жатырған партнерларға, мысалы, маған білінбейді, сіздерге ол көбісі бізде әсіресе карта алатын партнерлар аламыз дегендер қымбат кезінде кіріп қалған, сіздерге вообще негатив болып кетеді. На самом деле компания өзін жаңағы барлық жағынан дұрыс жұмыс жасап жатыр. Олар еврозонада 15 евро олар үшін мелочь, а біз үшін үлкен ақша, салыстырған кезде сол жерінен бізге минус болып қалады да ол. Әсіресе өзі ақшасын салып әлі шығарамай жатырған партнерларға негатив болып қалады. Сондықтан карта алатын партнерлар именно биткоинмен не қылайық, оплата жасайық. Мен бұйырса ертең бір партнерға барам, прям үйіне барайын деп жатырмын да. Ол как раз жасай алмай жатыр. Қанша уақыттан беріші. Соған жасаймыз, заодно өзім көріп аламын да, сосын сіздерге әлі оплата жасамаған партнерларға телефондарыңыз айтпақшы. Viva деген телефонмен жұмыс істеу керек екен, себебі бізде не болып кетті ғой, VPN. Сол VPN болғаннан прям неге кіремай кеттік. Жаңағы кабинет ашылмай, мен өзім де как раз Шымкент пен Астананың арасында жүгіріп жүрген кезде оформить еттім да. Бір жерде VPN-сіз кіріп қалдым, бір жерде тоже кабинетім ашылмай, біраз өзім де әбіржідім. Сондықтан картаны аламай жатырғандарды мен түсініп тұрмын сіздерді ше. Кабинеттеріңіз ашылмай, бір жерге VPN керек, бір жерге VPN керек емес деп. Тек қана бізде емес, ол еще басқа жақтың партнерларында да сондай проблема болып жатыр екен. Тапқан информациямды сіздерге жіберіп отырмын. Енді айтайын дегенім, жаңа 1 октябрьге дейін активация жасап қойсаңыздар, самый главный кабинеттен оформление картаға болды. Ол уже сіздерден карталарыңызды пайдаландыңыздар болып есептелінеді. Ал енді карта келгеннен кейін, мысалы, қазір картасы келген, бірақ сол картаның өзін активация жасаймыз деп отырған партнерларға мен ойлап тұрмын, егер қазір оған ақша шығармасаңыздар, пока керек емес ау деп қоямын да. Бірақ бағана топ лидерлермен сөйлескен кезде келесі жолы өздеріңіз как бы ортадан күнді белгілеп айтыңыздар. Сол кезде мен өзім жаңағы активацияны көрсетемін деп шықты. Енді оны мен сол жақтардан қарап отырам. Мен өзім тікелей әлі істеген жоқпын. Сондықтан алған партнерлардың кабинетін қалай активация жасауға мен подсказ беремаймын. Былтыр Дубайда plcmember.com деген сайтқа, ана жақтан тақтадан көрсеткен сайтқа кіріп, өзінің жаңағы картасының соңғы цифрасын қойып, привязка жасап алғанынша, ол сол кезде ғана солай болды да. Ана кабинетті ашсақ еске түсетін шығар, бірақ алдын ала пока сіздерге кабинеттеріңізді активация жасап, привязка жасаңыздар дегенді пока айтпаймын. Себебі олар шықсын маған. Маған емес, біз шығамыз ғой оларға.
сөйтіп біліп алайық жаңағы өздері енді айтады ғой анау несінші бір күнді белгілейді, сол күнге зум жасаймыз деді. Сол кезде мен міндетті түрде чатқа лақтырам, қарап жүремін ғой тоже бізді қалдырып қоймаңдар деп. Содан кейін сол видеоны жасап өзім снимок экраныға түсіріп аламын бұйырса, содан кейін ютубқа тоже қойып қоятын боламыз картаға байланысты. Одан кейін ваучерге байланысты мен өзім де түсінбей жүрген едім осы информацияны ше. Бүгін олар жаңа топ лидерларымыз бізге түсіндірді. Басында тағы да түсінбей қалдым да мен. Кейін қайтадан сұрақ қойып біліп алдым, короче, ваучерді. Былай екен. Кімнің картасы бар? Енді картасы бар адамдарға ваучер алады екенбіз біз. Ваучер деген былай. Например, мысалы енді онлайн площадка ғой, ваучерді бізге, скорее всего, или Platin Hero краудфандинг площадка компанияда бар, или Platin Deal екеуінің біреуінен ваучер береді да. Ваучер деген өзімізге сертификат алып аламыз ғой, мысалы мен французский домды айтамын, мысалы французский домнан сертификат аламыз да, қалаған кезімізде біз өзіміздің тауарымызды ала аламыз ғой, сол сияқты ваучер қылып алады екенбіз біз. Сөйтеміз де ол ваучерді ары қарай пайдалана берсек те болады екен, болмасам пайдаланбасаңыз өзіңіздің картаңызда тұра береді екен. Одан кейін бірінші жыл, например, елестетейік, олар приблизительно 12.000 евромен айтты ғой. 12.000 евроға қаяқтың ваучерін алады кім деп өзім сөйтіп ойлап жүрген ғой. Оказывается, 12.000 евроға ваучер алған адам, мәселе ваучерда емес екен, мәселе кэшбэкта екен. Мысалы, 12.000-ға алмағанның өзінде 1.200 ең минимальный ваучер 1.200 деп алатын болсақ, сол ваучерді 1.200 алып болғаннан кейін 1.200-ді 12-ге бөліп тастайды да, айына қазір мен приблизительно қазір калькулятормен есептейінші. 12.000 1.200-ді қазір. 1 минут. Қазір калькулятор. 1.200-ді 1.200 евро тұрады екен, ең минимальный ваучер. 12-ге бөліп тастаймыз. Айына ой бұл 100 евродан түсіп тұрады екен ғой. Бастың істемегені. Короче, 100 евродан айына түсіп отырады ғой. 100 евроны бізге сол айдағы PLT Ultimаның курсымен PLT Ultimада түсіріп беріп отырады екен. Яғни PLT Ultima түсіп кетсе, мысалы, оның монетаның саны көп болып, бізге 100 евроның көлемінде түсіп отырады, мысалы, 12 ай бойынша 100 евродан. Бірақ PLT Ultimада түседі. Значит, егер сіз PLT Ultima маған керек емес, маған 100 евро керек десеңіз, прям моментально биржаға шығарасыз, сатып жібересіз, 100 евроңызды алып аласыз. Или болмасам, маған 100 евро керек емес, маған PLT Ultimаның өзі керек деп ұстап отырсаңыз, сіз ары қарай сол түсіп отырған PLT Ultimаны, мысалы, ары қарай бізде енді ферма PLT X-тің фермасы жалғасады ғой, 2 жыл бойында жұмыс жасайды бізде. Сол фермаларға жаңағы жіберуге болады. Оған соответственно биржадан PLT X-ға айландырып жібересіздер, или болмасам PLT-дің өзін кошелекта ұстап отыра бересіздер. Егер вдруг курсы төмен болып, болашақта курстың өскенінен көбейтем десеңіздер, ол бір именно 100 еврода түсіп отырады екен, бірақ PLT Ultimада. Одан кейін 12 ай бойы түсті ма, жаңа ваучерларыңыз 13-ші айға айналған кезде, сол кездегі 100 евроның курсымен уже монетада түсіп отырады екен, тағы да PLT Ultimада. PLT Ultimада түсіп отырады, бірақ монетада. Оны қалай деп түсіндірсем екен? Екеуінің, короче говоря, екеуінің разницасы бар ғой. Біріншісі евроның курсымен түсіп отырады монетада, екіншісі уже екіншісі, мысалы, қазір біз мысалы, бүгін 100 евро бізге 0,02 монетада елестетейік. Мысалы, 1200-ге бүгінге қанша ей? В общем, мен айтып отырған түсініп отырсыздар, мысалы, 1200 евроға ваучер алдық, біздің расход жасаған монетамыз 0,2 монета дейсілайыншы, 0,2. Яғни 0,2 монетаны 13-ші айдан бастап 12-ге бөліп тастайды екен да? 12-ге. Қазір 1 минут, қазір мен бөле салам сіздерге. 0,2-ні бөледі екен да 12-ге. Сөйтеді екен да 0,0166 монета 12 ай бойында түсіп отырады екен. PLT-да түсіп отырады. Көрдіңіздер ма? Сонда біз бір рет өзімізге ваучер сатып алып, ары қарай уже бірінші жылда 100 евро көлемінде жаңағы монет PLT Ultimада алып отырсақ, екінші жылы
монета көлемінде алып отырады екенбіз. Расход жасаған монетамызды екінші жылы тағы да қайтарып береді екен. Шынымды айтайын, бірінші естіген кезде қой деп ойланып қалдым да, қалай бұл деп. Мынау күшті ғой депші. Ал Алекс именно өзінің қазіргі сатылымға шығады ғой енді бұйырса 1,5 мың евролық жаңағы карталар. Яғни ол біріншіден картаны нарыққа шығарып, осы ваучерге жаңағы ваучерді ұсына отырып, картаны нарыққа шығарады да, плюс еще компанияға прибыль алып келейін деп жатыр да, менің түсінгенімше. И картаны 1,5 мың евроға алатын адам, зато өзіне ваучер арқылы бар кеткен расходын өзіне қайтарып алады екен. Кэшбэк ретінде, кэшбэк деп аталады, жаңағы айына түсіп отыратын біздің табыстарымыз, біздің табысымыз болады негізіндеші. Сонда сізге 1,5 мың евроға алатын картаңыз вообще тегін кеп түседі екен ғой. Мен тура осыны түсіндіре алдым ба? Осы жерде сұрақ бар ма сіздерде? Үміткүл ханым, Ау. мысалы ваучер алдың, соған зат аласың, сосын еще ақша жүреді ма, или просто ваучер сатып аласың, сол ақшаны саған 1 жылда бөліп қайтарып береді? Ваучер сатып алады, ваучер сатып алады екенсіз. Менің түсінгенім солай болып тұр. Ваучер сатып аласыз да? Ваучер сатып алсаңыз, какой интерес вам? Қараңызшы, сен 1200-ге сатып алдың, сенің 1200-іңді 1 жыл бойы қайтарып берді, бөліп. И все, что ли? Жоқ, ваучердің өзіне 1200-ге зат сатып алатын сияқтымыз ғой. Соны сұрап тұрмын ғой, зат сатып алсақ, еще другое дело. Жоқ, зат сатып аламыз. Ваучер неге зат сатып алуға? Зат сатып алуға. Мен бұны тағы да уточнить етемін. Ваучер деген негізінен зат салуға, иә. Иә, зат сатып алуға ғой. Қайтарып берсе, онда ол керемет не ғой, конечно. Онда уже жұрт интерес будет карточку покупать. Енді ваучерді негізінде зат сатып алуға ғой, шынымен ақ. Алло. А если жаңағыдай құр сатып алып, 12 айға қайтарып, сосын 2-ші жылы қайтарамын деген, оған ешкім карточка алмайды ғой. Менің ойымша. Жоқ, неге? Қателесесіз. Түсінген адам алады. Бұндай площадкада именно біздің осындай крипто салада кімдер отырады, кімдер табыс табады? Именно түсінген адамдар табыс табады. Түсінбеген адамдар жүр ғой сыртта лохотрон мен пирамида деп. На самом деле, түсініп жұмыс істеген адамдар мына жерден өзіне состояние жасайды ғой. Если в рост пойдет, жарайды, 1200-ге аласың, сосын кейін ол в течение года, мысалы, стоимость өссе, зат алмай, а где гарантия өсетін? Жоқ, жайдан жай 1200 айға жай бөліп алатын болса, оны ешкім алмайтын шығар? Жоқ, неге алады? В рост пойдет дейсіз, сізде еще сомнение бар ма монетаның рост болмайтынына? Қалай ойлайсыз? Қалай ойлайсыз? Сізге сұрақ. Айта алмаймын. Неге? Жоқ, міне. Енді жоқ. 6 айдан бері, мысалы, рост болып жатқан жоқ қой әлі. Міне мартта большой рост болды ма, одан кейін міне 6 ай бойы әлі рост көрген жоқпыз. А басқа жақташы, басқа крипто салада, басқа крипто саланы айтайық, мақұл. Басқа крипто салада. Ну, Алекс сказал, что он лучшая криптовалюта, чем другое. Жоқ, маған қараңыз. Жоқ, маған қараңыз. Жоқ, маған қараңыз, Гүлеке, мақұл. Сіз именно осы криптовалютаны сәл-сәл болса да информация білетін адамға жатасыз ғой. Мысалы, сіз биткоин алдыңыз, е? Биткоинді білесіз, болашақта өсетінін. Сіз биткоинді, например, определенный сатоши алдыңызда кошелегіңізге қойып қойдыңыз. Мысалы, 67 мыңға алдыңыз биткоинді. Қазір биткоин қанша? 22, өткенде 19-ға дейін түсті. Сіз өзіңізге минусқа 19 мыңға шығарасыз ба биткоинді? Сіз білесіз ғой болашақта оның өсетінін. Иә. Жоқ, шығарасыз ба 19 мыңға? Шығармаймын. Вот. Ал енді кошелегіңізде жатып, сіздің биткоиніңіз көбейіп жатыр ма? Қаншасы өсіп жатыр? Жоқ, кошелекте жатып, биткоиннің саны көбейіп жатыр ма? Саны.
биткоин саны Аха. шамалы көбейіп жатыр Жоқ, Амир капиталда. жоқ, ол Амир капиталда. Ал на самом деле цифровой кошелекте көбейеді ма ол? Көбеймейді, тұра Жоқ. береді. Вот. Енді қараңыз. Сіз соны Келген кезде көбейге сатсаңыз сіз көресіз. соның анау өзіңіздің алған құнына барғанша сіз не істейсіз биткоинді? Бетіне қарап отырасыз ба? Керек болса алатын шығармыз, білмеймін ғой. Жоқ, вопрос ол уақытта емес. Вопрос в том, что жаңа ваучерға бір нәрсе алады ма, жоқ па? Алады ғой, алады. Ваучерді вообще не үшін шығарады? Алу үшін шығарады ғой, яғни алады. Оны да уточнить етеміз. Мәселе былай ғой, мен просто ваучер емес менің сұрағым. Сіздер айтып жатсыздар ғой, монета өспейді, нағы өспей жатыр, құлап жатыр ғой деп. Енді мен сізге встречный сұрақ қойдым. Просто криптовалютаны түсінген адам, ол не үшін биткоинді, эфиримді өзіне жинайды? Не үшін жинайды? Мен айтып кете салайыншы енді осы жерде. Не үшін жинайды? Өсіріп алу үшін. Вот, өсіріп алу үшін жинайды. Бірақ сіздің кошелегіңізде любой цифровой кошелектар енді бұдан былай өзінің кошелегінің ішінде өзінің пользователін өсіру үшін определенный стейкинг функциясын қоспаса, интернет нарығында вообще бұндай продукт, мынау Аликстің продуктысындай жоқ қой. Вообще ондай продукт жоқ қой. Неше түрлі кірдік қой неше площадкаға. Бірақ мен именно осының берген өнімі сияқты өнім көрген жоқпын. Реально, енді ол шындық енді ол. Енді бұны не үшін айтып жатырмын? Мен Алекс ешқандай бір туғаным емес, туысқаным емес. Просто менің айтайын дегенім, Алексің қазір біздің нарыққа ұсынып отырған өнімі, қазір цифровой сертификаты, бірінші ол өзінің PLC-ін шығарды ғой нарыққа 2016 жылы. PLC қазіргі таңда төмен, бағасы өте төмен. PLC-ға келген қауымдастық PLC ультимаға кірген жоқ. Оларда негатив болды. Потому что олардың монетасы құлдырап түсіп кеткен. Ол кезде қауымдастық кімнен құралады? Қауымдастық сізбен біз сияқты адамнан құралады. Мысалы кейбіреулер сол именно бірінші алған монетаны слив жасап, сливать етті ғой почти что. Жаңағы біреуінде негатив, біреуінде не. Алекс өткенде вебинарда айтып жатыр да, мен осы PLC ультимаға осындай, не үшін бұндай PLC ультима үлкен рост алды? Бірінші кезекте PLC ультимаға оның 5 жылдан бері дайындаған қауымдастығы кірді ішіне. Бірден кірген жоқ олар. Бірінші кірген адамдар табысқа шығып бастаған кезде, міне, январь айында табыс бастады, февраль кетті, мартта оның бұрынғы ұйықтап қалған қауымдастығы оянды. Яғни оның 5 жыл бойы жинаған қауымдастығы келді деген сөз. Енді айтпаймын 100% келді деп, но 50% келді ғой. Яғни қауымдастық монетаның құнын өсіріп жүрді, сұранысқа ие болды монета. Біріншіден. Екіншіден, продукт ол кезде 31 март күні мен білем, монетаның платежный система сбой берді да, USDT TRC20 жаңа ферма сатып алып жатырған кезде. Сөйтті да елдің барлығы PLC ультимамен жұмыс істеді да, монета да керек, ферма да керек, монета да керек, ферма керек. Значит, монета қарқынды түрде жоғары қарай көтеріліп кетті ғой. Қарқынды түрде. Сол кезден бастап біздің монетамыз 100-ді бағындырды ғой. Одан кейін уже крипто рыноктың өзінде жаңағы не басталды? Түсті. Жаңа құны. Биткоин құлағаннан кейін, биткоиннің құлағаны әсер етіп, уже крипто рынок жайлап құлап бастады. Ары қарай Алекс өзінің продуктысымен монетаны қайттан жүрді. Біз неше рет өсім көрдік. Мысалы, құлдырап тұрған монета жоқ қой. Ал енді болашақта бұл монета не үшін өсу керек? Бұл монета болашақта қазір экономика саласына байланыстырып жатыр. Элементарный қазіргі бізге ұсынып отырған ваучерді экономика саласына байланыстыру дегенді білдіреді ғой. Не қыламыз біз ваучерді? Бекерге бетіне қарап отырмаймыз ғой. Яғни ол ваучерге біз тауар ала аламыз онлайн. Үйде отырып, Alibaba, AliExpress'тен тауар аламыз ғой. Почтамен, доставкамен. Мысалы, карта алдық қой біз айтпақшы, картаны. Доставкамен келді. Тауар да сізге солай доставкамен келеді. Бұйырса, ол бізге онлайн площадкадан келеді. Platin Deal или болмасам краудфандинг площадкадан келеді. Енді оны өз болашақта ертең уже вебинар болады айтпақшы, Алексің вебинары. Сол кезде кіріп өздеріңіз тыңдаңыздар. Осылай ол экономика саласына байланыстырып жатыр. Біріншіден, екіншіден,
мынау PLCU-X-ті шығарып бізге жаңағы сетевая монета қылып PLCU-дің өзін қазір Binance-ға шығарамыз деп ол частьті қысқартып жатыр ғой. Яғни біз ары қарай PLCU-мен жұмыс істейтін кезде кошелектарыңызды ашып қарасаңыздар, отправить деген кнопканы, ол жерде уже жаңағы PLCU-X кетпейді, сізден PLCU-дан комиссия сұрайды. Смарт-контракт ашсаңыздар, ферма сізден тағы да комиссия сұрайды. Фермада да баланста PLCU монетасы тұру керек. Яғни осылай. Плюс еще жаңағы әрбір транзакциядан итак бізден 3% ұстап қалады. Осының барлығын осындай стратегиялық жаңағы жоспармен өзінің компанияның монетасын, мынау главный PLCU монетаны өзінің қауымдастығының арасында биткоинға шығарамыз деп отырғаны. Осыған жұмыс жасап жатыр. Яғни PLC ультиманың құнын өсіру мақсатында осынша инфраструктураны бір-бірімен байланыстырып жатыр. Яғни PLCU-дің міндетті түрде бағасы құны жоғарылайтын болады. Қазіргі таңда бізге фермалар не үшін ұсынып жатыр? Жаңа PLCU-X пен PLCU-дің арасындағы байланысты көрсетіп жатыр бізге. Қазір бізге айтты ғой, 1 октябрьге дейін мына жақта толық функциясы бактардың бәрін жаңағы кетіргенше PLCU фермамен жұмыс істей беріңіздер деп ол бізге түсіндіріп жатыр. Бізде әлі толық информацияны әлі де болса түсінбей жатырған адам көп. Бірақ өз кошелектарыңызды ашып қарасаңыздар, уже PLCU-X-тің перевод жасасаңыз, комиссия PLCU керек. Смарт-контрактыға отырғыңыз келсе, PLCU-X монетада міндетті түрде PLCU керек. Оның барлығы именно PLCU монетаға үлкен сұраныстың туғызатынын алып кеп тұр ғой, түсінген адамға. Сондықтан дәл қазіргі таңда осы платформада табыс тапқыларыңыз келсе, міндетті түрде түсінуге әрекет жасаңыздар. Сұрақ болса, прям чатқа қойыңыздар. Себебі сіздердің қойған сұрақтарыңыз чатта да адамдар түсінбей отыр. Сондықтан бұндай площадкада именно түсінген адам пайда табады. А түсінбеген адам үшін лохотрон мен пирамида.